Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып қазақ тілі пәні 73-ші сабақ ілік септік тақырыбын жалғастыратын боламыз. 41-ші жаттығу мәтінді тыңда. Жер қыртысы тау жыныстарының қат-қабат қатталған аса ірі текше тастарынан тұрады. Жер қойнауындағы жайнап тұрған тау жыныстары баяу сырғып төменгі қатпар жарықтарының жігіне құйылады. Соның салдарынан тас қабаттары қозғалады да біріне бірі соқтығысады. Сол жойқын қозғалыстардың себебінен жер астындағы қатты қабаттар қопарылады. Соның әсерінен жер сілкінеді. Қатты сілкіністен жер жарылады, үйлер құлап, жердің астына түсіп кетеді. Ал енді тапсырма орындаймыз. Жердің сілкінісі жағдайында не істейтіндерің туралы диалог құраңдар. Анар, сен жер сілкінгенде сыртқа шыға алмай қалсаң, не істейсің? Үстелдің астына тығыламын. Жер сілкінісі кезінде қандай жерлерде тұрған дұрыс? Ішкі қабырғаның қауіпсіз тұсына, үйдің ішкі бұрышына, есік жақтауларына ортасына тұрған дұрыс. Жер сілкінгенде лифтіні пайдалануға болады ма? Жоқ, болмайды. Осылай диалог құрастырсақ болады. 42-ші жаттығу сөйлемдерді тыныс белгісін қойып көшіріп жаз. Жанартаудың атқылаған орны шұңқыр болып қалады. Кейде сондай шұңқырға жаңбырдың суы толып, көлге айналады. Осылай тыныс белгісін қойып жазамыз. Ілік септіктегі сөздерді тап. Ілік септікте тұрған сөздер жанартаудың, ненің, жанартаудың, жаңбырдың, ненің, жаңбырдың. Осы екі сөз бізде ілік септігінде тұрған сөздер екен. 43-ші жаттығу. Мұз жарылып, суға түсіп кеткен адамға қалай көмектесуге болады? Қасына баруға болмайды, өзің де суға түсіп кетуің мүмкін. Осындай жағдайда дұрыс болатын әрекетті белгіле. Бірінші, айғайлап үлкендерді көмекке шақыру. Екінші, сыртқы қалың киімді шешіп тастап, шаңғымен көмекке бару. Судағы адамға арқан немесе шаңғының таяғын лақтыру, ештеңе істемеу. Осы іс-әрекеттердің ішіндегі біз істеуге болатын іс-әрекет ол айғайлап үлкендерді көмекке шақыру екен. Ал мұз жарылып, адам суға түсіп кетсе, өзің суға түсу қауіпті. Сондықтан айғайлап үлкендерге немесе көмек көрсете алатын адамдарға дереу хабарлау керек екен. 44-ші жаттығу. Табиғаттағы қауіпті жағдайлар кезінде не істейтініңді ойланып, айтып бер. Мысалы, табиғатта қауіпті жағдайлар болса, мен алдымен сабыр сақтаймын, үлкендерге немесе құтқарушыларға хабар беремін, қауіпсіз жерге баруға тырысамын. Егер су тасқыны болса, биік жерге шығамын, суға жақындамаймын. Жер сілкінісі кезінде үстелдің астына тығылып, терезеден алыс тұрамын. Ал дауыл болса, үйде қалып, терезе есікті жабамын. Ал өрт кезінде түсінен аулақ болып, тез сыртқа шығамын. Осындай іс-әрекеттер жасасақ болады. 45-ші жаттығу. Жоғарыдағы мәтіннен зат есімдерді теріп жаз, оларға ілік септігінің қосымшасын жалғап, әртүрлі жалғану себебін анықта дейді. Яғни берілген сөздер, мысалы зат есімдер жер, тау, тас, текше, үй, қатпар. Ал енді осы сөздерді ілік септігіндегі сөзге айналдырайық. Жердің, таудың, тастың, текшенің, үйдің, қатпардың. Осылай тиісті жалғауларды жалғап жазсақ болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақтарда кездескенше сау болыңдар.